Буын ауруларының түрлері және оны үй жағдайда қалай емдеу керек екендігі туралы айтылатын болады. Буын – бұл қаңқаның екі немесе одан да көп сүйектерінің қосылуы. Түсінікті тілмен айтқанда, буын – бұл көлемі, сипаты және еркіндік дәрежесі бойынша әртүрлі қозғалыстар жүзеге асырылатын үйкеліс түйіні десек болады. Құрметті достар, арнаға тіркеліп, яғни подписаться батырмасын басып, лайк басып, осы видеоны басқа достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Буын ауруларының түрлері қандай? Біріншісі артрит. Бұл буын қабынуынан сүйекке зақым келтіретін ауру болып табылады. Нәтижесінде буындардың қалыпты жұмысы бұзылып, қисаяды, сіңірлер мен бұлшықетті зақымдайды. Келесі артроз. Ағзаға қоректік заттың сіңбеуінен артроз пайда болады. Бұл 55 жастан асқан жандарда жиі кездеседі. Ауырған адамның түнге қарай буындары күтіріліп, ауруы күшейеді. Үшінші түрі коксартроз. Бұл аурудың бұл түрі жамбас буындарының зақымдалуы, буын шеміршектерінің бұзылуынан пайда болады. Нәтижесінде адам жүрген кезде ауру ұлғайып, буынның қозғалуы да қисаяды. Артрит бұл көбінесе әртүрлі қабыну аурулар ретінде түсініледі. Аурудың туындауына әртүрлі инфекция, жарақат, алмасу және иммундық бұзылулар, ісіктер себеп болуы мүмкін. Артрит бір буынға, яғни моноартрит, 2-3 буынға, олигоартрит, 3 буыннан көп болатын болса, полиартрит болып зақым келуі мүмкін. Артриттің түрлері инфекциялық, яғни жергілікті инфекциядан туындаған қабыну, реактивті, кез келген буыннан тыс инфекцияға реакция. Ал кристалды немесе подагра артриті бұл ағзадағы зәр қышқылының жиналуына байланысты буындарда шөгінділер пайда болатын зат алмасуының бұзылуы және де жарақат алғанның салдарынан болуы мүмкін. Әртүрлі аутоиммундық процестермен байланысты. Артриттің белгілері қандай болады? Буындағы ауырсыну, буын пішінінің өзгеруі, яғни оның деформациясы, қозғалыс қызметінің бұзылуы, қозғалыс кезінде кідіріс, зақымдалған буындар аймағындағы температурасы мен оның түсінің өзгеруі. Ал енді артрозға келетін болсақ, артроз буындардың дегенеративті дистрофиялық ауру болып табылады. Артроздың негізгі екі түрі бастапқы және қайталама. Бірінші жағдайда аурудың тікелей себебін анықтау мүмкін емес, ал екіншісінде ол әртүрлі факторлармен аурулардың салдары ретінде қалыптасады. Сонымен қатар тұқым қуалаушылық, жарақат, созылмалы буын аурулары, жүйелі метаболикалық аурулар артроздың себебі болуы мүмкін. Сондай-ақ буындарға ұзақ уақыт шамадан тыс жүктеме түсу, артық салмақ ауру туындатуы қаупін арттырады. Артроздың белгілері қандай болады? Буындағы ауырсыну, қозғалыстардың шектелуі, таңертең 30 минутқа дейін қозғалыстағы кідірістер, буындағы үйкеліс сезімі және де буындағы деформация, яғни сүйектердің орналасуының қисаюы пайда болады екен. Остеоартроз сүйек құрылысының зақымдалуынан болатын. Остеоартроз сүйектің тығыздығын кемітеді, ал тығыздығы кеміген сүйек сынғыш болады. Келесі подагра. Бұл адам бойындағы айналыс заңының бұзылуынан туындайтын ауру болып келеді. Подагра кезінде науқастың буындары сынып қатты ауырады. Буын аурулар жалпы неден пайда болады? Буын аурулар адам ағзасында тұқым қуалаушылық сипатта және жүре пайда болған болып екі түрге бөлінеді екен. Жүре пайда болған буын ауруларына темекі шегу, артық салмақ, түрлі аллергиялар себеп болады. Сондай-ақ буындардың қабынуы мына себептен де болуы мүмкін. Сүйектің сынуы, инфекция, өзіндік иммундық аурулар, яғни иммундық жүйенің төмен болуы, буын қызметінің нашарлауы, буындардағы шеміршек майының таусылуы, пилорунның жетіспеушілігі, тізедегі пилорун сұйықтығының болмауы, остеоартроз салдары экологиялық ахуалының нашарлығы, жейтін тағам, ішетін судың сапасыздығы және артық салмақ. Құрметті достар, енді үй жағдайында қалай осы буын аурулардан 100% құтылуға болатынын айтып өтетін боламын. Бірінші, артық салмақ бұл әрине буын ауруларына әкеледі. Артық салмақтан құтылу үшін табиғи таза өнім липостик фитті ұсынамын.
Липостик-фит ол қандай өнім және оның қызметі қандай деген сұраққа жауап беретін болсақ, липостик-фит бұл бізде сұйықтық болып келеді, кішкене ғана суға араластырып ішетін нәрсе. Таза табиғи өнімдерден жасалған және оның қызметі қандай? Жалпы біздің тәбетімізді жақсартады, өзімізді дұрыс тәбетті ұстай алуын жақсартады, артық клеткадағы салмақтардың, яғни майлардың, жабысқан майларды ерітіп, артық салмақтан құтылуға үлкен мүмкіншілік береді. Бағанағы себептерді айтып өткенімдей, адамда белурон жетіспеген жағдайда тізде буын аурулар пайда болады. Яғни адам туылғаннан бастап, оның тізесінде буындардың арасында бізде белурон деген сұйықтық болады табиғи түрде. Ол бізде 30 жастан асқан кезде азаяды. Содан уже адамның жасы үлкейген сайын белурон азаятта түрлі тізе аурулар пайда болады. Сондықтан мына белуронды күніне 30 мл қабылдап отырғаннан кейін тізе аурулардан құтыласыз. Операциясы және де әртүрлі укол инъекциясыз құтыласыз. Керемет өнімнің бірі белурон. Белуронның құрамында гиалуроновая кислота бар, және де Е витамин және су бар. Бұл бір ненің ішінде, бір айлық курстың ішінде мынандай 2 флакон жүреді. 30 мл өзінің дозасы бар, күнделікті қабылдайтын, күніне 1 рет қабылданады. Және де бұл барлық сүйек ауруларының шешімі деп айтса болады. Жүре алмаған адамдардың барлығы осы арқылы өздерінің аяқтарынан нық тұрып кеткен табиғи таза өнім.